Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді шығатын красный бархат тортының рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Алдымен бөлме температурасында тұрған майды миксерлеп аламыз. Одан кейін құрғақ заттарды дайындауға кірісеміз. Оның үстіне какаоны салып, оның үстіне разрыхлительді саламыз және барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. 200 грамм құмшекердің үстіне осылай дәмі жақсы болу үшін ванилин қостым. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық заттарды дайындауға кірісеміз. Ол үшін 200 грамм айранға осындай қызыл краситель қостым. Енді қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған майдың үстіне 3-ке бөліп, осылай құмшекерді салып, миксерлеп аламыз. Оның үстіне 100 грамм сұйық майды құйып, тағы да миксерлейміз. Және оның үстіне бір-бірден осылай 3 жұмыртқаны бөліп салып, миксерлеп аламыз. Дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, сіздердің де торттарыңыз өте дәмді болып шығады, міндетті түрде. Массамыздың үстіне какао араласқан ұн мен краситель қосылған айранды кезектесе отырып салып, жақсылап араластырып аламыз. Рецептілер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Масса біркелкі етіп араласқаннан кейін, оны осындай арнайы қалыпқа құямыз. Бізге бірнеше бисквит қажет болады, сондықтан барлығын бірдей құймай, жеке-жеке бисквитті пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Бисквит дайын боламын дегенше кремін дайындайтын болам. Сол үшін бізге творожный сырдың үстіне 33%-тегі сливкиді құйып, және сахарный пудраны салып, барлығын біркелкі масса болам дегенше миксерлеп алатын боламыз. Крем осындай өте қою болып шығу керек, жаққан кезде ағып кетпейтіндей. Бисквиттеріміз дайын болды, оны жақсылап суытып аламыз, бірден қалыптан алуға болмайды. Тура осылай видеода көрсетілгендей етіп, бисквиттеріміз жинап шығамыз. Бисквитті қойып, оның үстіне кремін жағасыз және осылай барлығын орналастырып шығасыздар. Осылай барлық жағына кремді жағып болғаннан кейін, артық қалған бисквитті осылай майдалап, жан-жағына бетіне сеуіп шығамыз. Тортымыз дайын болды, өте дәмді, өте сочный шығады. Сіздерге де дәл осы рецептімен жасауға кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.